Еліміздегі зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы артты. 2018 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша зейнетақы жинақтарының жалпы сомасы 7,88 триллион теңгені құрады. Сөйтіп жыл басынан бері 101,3 миллион теңгеге артты деп хабарлайды Стан.кз. Яғни өсім 1,3% құраған. 2018 жылдың 1 наурызына қарай шарттардың барлық түрлері бойынша салымшылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 10,1 миллион бірлік. Оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары есебінен 9,61 миллион бірлік болып отыр. Ағымдағы жылдың 2 ай ішінде зейнетақы жарналары бойынша түсімдердің жалпы сомасы 134,5 миллиард теңге болды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 12,83 миллиард теңгеге артық. Қордың зейнетақы активтерінің табыстылығы 2017 жылдың ақпаны мен 2018 жылдың ақпан аралығында 8,13%-ды құрады. Ал бұл кезеңде инфляция деңгейі 6,15% болған. Бүгінде салымшы зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпаратты қор кеңсесінде, сондай-ақ дәстүрлі пошта байланысты, электрондық пошта, қор сайты немесе ұялы қосымша арқылы ала алады. Қазақстан темір жолы компаниясы еліміздегі вокзалдар қызметін цифрлық жүйеге көшіреді. Акционерлік қоғамның басшысы елбасының цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында 20-дан астам жобаны жүзеге асырмақ. Егер темір жол билеттерін алдын ала сатып алсаңыз, 20,25% жеңілдік жасалады. Мұндай бастама Қазақстан темір жолы компаниясының цифрлық Қазақстан бағдарламасын жүзеге асыру барысында мүмкін болмақ. Ұлттық компания цифрлық темір жол стратегиясын қолға алды. Нәтижесінде жүк және жолаушылар тасымалы, көліктік логистика секілді қызмет көрсету түрлерін жаңғырту жоспарланып отыр. Осыған сай қолға алынған бағдарлама 2025 жылға дейін толықтай аяқталуы тиіс. Осылайша 2021 жылға қарай тасымалдау процесіндегі шығындар 3,14%-ға дейін азайтылады. Қос Корея мемлекеті саммит өткізуге дайындықты бастады. Оңтүстік және Солтүстік Корея өкілдері таяуда саммит өткізуге уағдаласты. Бұл туралы 24kz ақпараттық порталы хабарлайды. Осы мәселені талқылаған кездесу ортақ шекарадағы Пханмунджом елді мекенінің Солтүстік Кореяға қарасты бөлігінде өткен. Пхеньяндық тарапты отанды біріктіру комитетінің төрағасы Ли Сонг-вон бастап келген. Ал Сеул делегациясына елдің ұлтты біріктіру министрі Чо Мен-гюн жетекшілік етеді. Айта кетейік, бауырлас екі Корея арасындағы қарым-қатынас биылғы жыл басталғалы жақсарып келеді. Ақпан айында Оңтүстік Кореяға Солтүстік Кореяның жоғарғы лауазымды тұлғалары келіп, Олимпиада ойындарының ашылу салтанатына қатысты. Бұдан кейін Оңтүстік Кореялық делегация Пхеньянға келген болатын. Осылайша қос Корея саммит өткізуді ұйғарды. Сондай-ақ Солтүстік Корея басшысы ақш президенті Дональд Трамппен кездесуге дайын екенін жеткізді. Еркебұлан Сейдахмет әлемдегі ең талантты футболшылардың кітабына енді. Қазақстандық шабуылшы Еркебұлан Сейдахмет Sideline Scouted порталы ұсынған әлемдегі ең талантты футболшылардың қатарына қосылды деп мәлімдейді 24kz. Сейдахметтен бөлек бұл кітапқа Калиян Маппе, Маттео Ковачич, Антонио Марсиаль, Юлиан Вайгль және Кристиан Пулишич, Александр Головин, Александр Арнольд және басқа да футболшылар енген. Sideline Scouted жобасында бұл күні 114 ойыншы туралы мәлімет бар. Кітапта Сейдахметтің сұхбаты шыққан. Отандасымызды авторлар қазақстандық Месси деп таныстырыпты. Еске салайық, 18 жастағы Сейдахмет Уфа клубымен ұзақ мерзімдік келісімшарт жасаған болатын. Ресейлік клуб сапында ол өзінің бірінші кездесуін Анжейге қарсы кездесуде өткізіп, командасының барлық голдарына ат салысты. Ал наурыз айында жас футболшы Қазақстан құрамасы сапындағы бірінші кездесуін өткізді. Ол Венгрияға қарсы кездесуде ұлттық құрамадағы бірінші голын соққан. Осылайша ол ұлттық құрама сапында гол соққан ең жас футболшы атанды. Қазақстандық ауыр атлет Илья Ильин үлкен спортқа қайта оралмақшы. Алғашқы қазақстандық екі дүркін олимпиада чемпионы ауыр атлет Илья Ильин үлкен спортқа қайта оралуы туралы пікір білдірді. Бұл туралы Стан.кз ақпараттық агенттігі мәлімдейді. Ауыр атлетикамен айналысуды 10 күн бұрын ғана бастағандықтан, мінсіз физикалық формаға шамамен 40% ғана жақынмын. Дегенмен спорттық дайындықты назардан тыс қалдырмадым, деді Илья Ильин өз сұхбатында. Сонымен қатар қазақстандық ауыр атлет бұрыннан бері Токио олимпиадасында топ жаруды армандағанда айта кеткен. Естеріңізге сала кетейік, Илья Ильиннің сынамасынан допинг табылып, 2008 және 2012 жылдары өткен Олимпиада ойындарының алтын жүлделерінен айырылған еді. Қазақстандық спортшының дисквалификациялау мерзімі 2018 жылдың 19 қазанында аяқталады.